Армысыздар достар. Менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Осындай әдемі фермуар сумкасын, кешкі фермуар сумкасын тігуге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы шықсын. Ал ендеше бастаймыз. Фермуар деген осындай сумкалардың үстіңгі бөлігі. Ол осындай түрде болады. Мына тесіктер ол жіп өткізетін арнайы ине жіппен тігетін түрлері. Осындай түрлері болады, олардың бірнеше түрлері болады. Үстері әрі осындай декоративный әрленген түрлері де болады. Қазір біз осы түрін көреміз. Оның ұзындығы 20 сантиметр. Ең алдымен біздер осы фермуар сумкасының шаблонын бірінші матаға түсірместен бұрын бірінші оны қағазға түсіріп аламыз. Ол үшін бізге А3 форматты қағаз қажет. Және осы фермуардың көлемін кәдімгідей дәл қалай тұр үстінен басып, осы видеодағыдай көрсетілгендей етіп сызып аламыз. Ал екінші шетін, мынандай жеріндегі шетін, қазір алдыңызда стрелка шығады, сол стрелкаға дейін ғана сызып аламыз. Міне, осы стрелкаға дейін ғана сызып аламыз. Ар жағын сызбаймыз. Қалған екінші бөлігі бізге керек емес. Сызып алдық. Қараймыз, мына осысы 20 сантиметр болып тұрады. Оның ортасын белгілейміз. Ортасын белгілегеннен кейін осы қағазымызды біз екіге бүктейміз. Екіге бүктеп, бір бөлікпен жұмыс жасаймыз. Енді осы көрсетілген фермуардың мына соңғы стрелка жаңа біткен жерімізден 4 сантиметр линейкамен белгілеп аламыз. Және де фермуардың үстіңгі доғасынан астыңғы белгілеген нүктемізге екеуін тағы да дөңгелектеу доға сызып, видеодағыдай міне осылай сызамыз. Және де осы фермуардың жартысын қазір осы жерден өлшейміз. Мына жерден бастап сызығымызды өлшейміз. 14,5 сантиметр 5 миллиметр. Енді осы 14,5 деген біздің өлшемімізді доғаның үстімен алып келіп, көрсетілгендей мынау осы жерге белгі қоямыз. 14,5 белгі қойдық. Келесі бетінде дәл солай қайталап сызып аламыз. 4 сантиметр мына жерден жібереміз де доға қыламыз. Доғаның үстін 14,5 қылып тағы да белгілеп, өзіміздің белгімізді қойып аламыз. Екі орта размері 10 сантиметр. Ол 14,5. Енді сол 14,5-ті доғаға белгілейміз. Сумканың ұзындығы 20 сантиметр болады. Және де сумканың табаны 19 сантиметр қыламыз. Және де оның астында тағы да 4 сантиметр бөлек тағысамыз. Суретте көрсетілгендей. Сонда 20 сантиметр, одан кейін асты 4 сантиметр болады.
Осыны енді қиып аламыз. Біздің шаблонымыз. Екінші сызығымыз ол сумканың табаны, бүктейтін жеріміз. Енді мынау біріктіретін жеріміз 4 сантиметр. Мына қапталдан былай қарай белгілейміз 4 сантиметр көрсетілгенде видеодағыдай. И төменге қарай тағы да 4 сантиметр белгілейміз. Енді дәл қазір мынау фермуарымыздың өзіне, кәдімгі темірдің өзіне ортасын белгілеп аламыз. Үстіңгі жақтан өзімізге көрінетіндей карандаш немесе сондай тез кететін бір нәрсемен белгілеу керек. Біз штрихпен белгілесек те болады, бірақ штрихтің орны қалып қояды. Ал енді біз маталарымызды таңдаймыз. Маталарымыз осындай бархат мата, бұл итальянский бархат. Бархат фермуарымыз, мынау жасыл бұл астар, қара мата бұл флизелин, жұқа флизелин. Мына бархатты флизелинмен осылай жабыстырамыз, өйткені бұл өте сусылдақ материал, үтікпен жабыстырып шығамыз оған, оны білетін шығарсыздар. Жұқа, кәдімгі жұқа түрін, қағаз түрін алмаймыз, жұқа материал түрін аламыз. Одан кейін бізге осындай клеевый мата керек болады, метражный клеевый паутинка мата. 1 метр жарайды, 1 метр 200 теңге тұрау керек. Осы екеуі, сосын және бізге фетр материал керек. Фетр кішкене қалыңдауын аламыз, 2 миллиметрдей қалыңдығы. Осы жерде менің фишкам, бұл жерде фетр материал. Фетр материалмен осы сумкалар өте жақсы болып тұрады. Көбіне, көп мастер-класстарда айтылатыны бұл жерде клеевый лента деп аталады. Клеевый флизелин деп аталады. Бұл кішкене қалың түр дейді. Ол біріншіден бұл жерде көп болмайды, көп жерлерде, ал фетр көп жерлерде бар. Барлық жерде фетр болады, және фетр кішкене ыңғайлы. Ол еще өзінің формасын нық ұстап тұрады. Сол себепті фетрді пайдаланған өте жақсы. Енді осылай дайын шаблонымызды сабынмен сызған жақсы. Өйткені сабынның несі көпке дейін барады, белгісі. Ол бор сияқты кетіп қалмайды. Сол себепті сабынмен сызған жөн. Сабынмен осылай кәдімгідей шаблонға тақап, дәл осы шаблон ұқсатып, кәдімгідей ешқандай миллиметр артық қалдырмай осылай үстінен сызып шығамыз. Толықтай сызып шығамыз. Осы жерде фетр туралы кішкене айтып кетейін. Фетрдің біріншіден ол өзіміздің сумкамыздың формасын ұстайды, және оны флизелинмен жаңағы клеевый матамызбен жабыстырамыз. Көп жерлерде көп тігіншілер оның ішіне басқа астарлы қалың синтефонмен астар салып жатады көбіне. Бірақ ол өте ыңғайсыз былай бір жағынан қарағанда. Мынау флизелинмен әрі біздің жұмысымыз тездетеді, тез болады, және де сумкамыз сапалы, нық болып тұратын болып тұрады, жақсы болып тұрады, қақшиып шығады сумкамыз. Сол себепті фетр салған жақсы. Бұл менің өзімнің фишкам. Ал енді мынандай қылып сызып шықтық үстіне. Қараңыз, мынау кесілген табанын біздер қимаймыз. Дәл осылай көрсетілгенде қылып, бүтін қылып, фетрді осылай бүтін қылып, шаблонымызды енді қиып аламыз.
Біздің фетріміз дайын болып қалды. Енді оның үстіне осы клеевый материалды алып, дәл осы фетрдің размерінде қылып, бір-бірдей қылып, сызып, сосын және оны қиып аламыз үстінен. Ал біз енді қиып алдық, дайын қазір міне. Енді осы дайын клеевый материалмен манағы фетрімізді біздің основной бархат матамыздың үстіне жабыстырамыз. Оны бархат матамыздың бетін астына қаратамыз да, мынаның ішкі бетіне, изнаночная сторона дейді, сол изнаночная сторонасына осылай әдемілеп үтікпен жабыстырып шығамыз. Үтіктейміз. Үтіктегенде бумен үтіктеген жақсы. Аламызда осылай оң артына қаратып, мынау барқыт жағы төмен қарап тұрады. Үстіне фетрмен біз мына клеевый материалымызды үстіне қазір үтікпен жабыстырып шығамыз. Болу болған жақсы үтігіміз. Оң жағын айналдырып, осы жағымен де керек емес аппақ шыт материалдармен, қандай өзіңіз білесіз, осылай бетінен мына жағымен де бір-бір бумен жүріп шыққан жақсы болады. Кәдімгідей штапель материалмен де керек емес қалған қалдықтар осылай үстінен бір-бір бумен жүріп шығамыз. Мата қоймасақ, барқыттың беті будың ізі қалып қояды, одан кетпейді, сол себепті бетіне мата қоямыз. Енді келесі бетін қарап, тексеріп шығамыз. Айналасы ашық емес па, мынандай ашық жерлер болса, оны қайтадан үстінен тағы бумен бір жүріп өтеміз. Дұрыстап қарап шығамыз, өстіп айналдырып. Және де айналдырып, тағы да үтік басып шығып, шетіне 5-7 миллиметр қалдырып, айналасын қиып шығамыз. Мынау біздің астарлық материал. Астарлық материалымыз біздің менде шелк матадан. Шелк мата өте сусылдақ болғаннан кейін, бұның үстіне көп не тұрмайды, көп нәрсе тұрмайды, қиғанда да ыңғайсыз, сызғанда да ыңғайсыз. Сол себепті мен бұл шаблонды алып, инемен бекітіп қоямын айналасынан. Және де айналасын 5-7 сантиметр, 5-7 миллиметр қалдырып сызып шығамыз. Бұл біздің клиенттің өзінің талғамы болды. Бізге бұның түсі ұнады. Түсі ұнағаннан кейін алуға тура келді. Сіздер шыт материалдан бастаңыздар. Шыт немесе штапель, сонда қозғалмайтын қатты материалдардан астар жасаған жақсы. Айналдырып 5-7 миллиметр салып осылай сызып шығамыз. Келесі бетінде дәл солай. Келесі бетінде дәл солай аламыз да, айналдырып 5-7 миллиметр қалдырып сызып шығамыз. Бұл шелк материалдың бір несі өте тігуге ыңғайсыз, сусылдақ, бірақ түсі бізге әдемі, және де ұстағанда да кішкене сондай жағымды болып тұрады. Сол себепті осы материал таңдадық, және де біздің сумкамызды жаңағыдай кішкене богатый қылып тұрады. Сол себепті таңдадық бұл осы нені. Қазір мен осылай матаны қиып шығамын. Қиғанда да бұл
түзу қиылмайды, өзі сондай материалда қиын. Сол себепті бұған мән бермеңіздер. Ал бірақ ол тігісіне келген кезде неше жылдық опыт болғаннан кейін ол кішкене тігу оңай болады. Енді мана барқыт материалымызды да осындай көрсетілгенде қиып шығамыз, мана 5-7 мм тастап. Және де енді осыған дайын шаблонымыз бар ғой, манаға өзіміздің осы дайын осы неміз, шаблонымыз, соның сабынмен көрсетілген меткалардың белгілерін матаға түсіреміз. Ең алдымен ортасын аламыз, ортасын белгілеп аламыз, ортасын. Сабын жақсы, сабынмен матаға белгілесеңіздер, көпке дейін кетпейді орны. Ал егерде бормен сатын болсаңыз, бор сіз жұлқылап не істеп жатқанда жол қағылып кетіп қалады бордың орны. Сол себепті сабынмен сызған жақсы. Өзім сабынды пайдаланамын. Сіздерге де соны кеңес беремін, сабынды пайдалануға. Осы мана доғамыз сызған 14-5 доғамызды белгілейміз, 2 доғамызды, және де ортасын белгілейміз. Осылай матаға түсіреміз. Келесі бетінде дәл солай түсіреміз. Түсірдік. Енді осы көрсетілген нелермен, белгілермен осы жерге инемен бекітеміз. Осы жер тігісті осы жерден бастап тігеміз. Осы көрсетілген меткадан бастап тігеміз де, сол жерден бірінші бекітеміз. Сосын ары қарай тігіс жүргіземіз. Оны қазір көрсетемін. Ал қазір біз ортасын тауып, бірінші ортасын тауып, меткаларымызды екеуін жаңағыдай точный қыламыз, бір-біріне сәйкес келетіндей қылып. Және оны инемен түйрейміз. Біздің кешкі сумочкамыздың алдында узел бар, байланған сияқты да. Соны бірінші жасап шығамыз. Оның где-то ұзындығы 50 болады, 50 сантиметрдай. 56 сантиметр болады. 56 сантиметр, ұзындығы 12 сантиметр. 12 сантиметр. Астына флизелин жабыстырып аламыз. Флизелинді ұмытпаймыз. Ол өйткені біздің немізді ұстап тұрады. Клеевый флизелин. Үтікпен тағы да бір-екі жүріп шығамыз. Және де мынаны осындай ұзыннан тікелей тігіс машинкамен тігіс жүргіземіз. Инемен түйреп аламыз да, машинкамен ұзын тігіс, бір тігіс жүргіземіз. Көрсетілгенде тігіс жүргізіп алдық. Және біз сумкамыздың узелін дайындаймыз. Ол сумочкамыздың алдында тұратын декоративный узел. Былайға қарағанда түйін деп аталады. Қазақша түйін ғой енді. Осы түйінімізді қазір түйеміз, байлап, әдемілеп, реттеп өзіміз түйеміз, оны ортаға келтіреміз. Осылай, және оны сумкамыздың ең үлкен бөлігіне қоямыз. Алдыңғы бөлігіне қоямыз. Осы әдемі болып тұрады. Және де оның сумканың алды артын білу үшін барқыт материалдың
ворсына түгіне қарай ажыратамыз. Егер түгі жоғары қарап тұрса, сумкамыз кішкене қаралау болып көрінеді. А егер ворсы төмен қарап тұрса, онда кішкене қарамыз ақшылдау қара болып тұрады да, кішкене ақшыл оттенкісі көп болып тұрады. Ал егер де ворсы жоғары қарап тұрса, онда біздің қара барқытымыз кішкене қара, қанық қара, әдеміше келіп тұрады. Сол себепті ворсын жоғары қаратқан несін алдына сумканың алды қылған жақсы. Ал көмекші құралдары